мақтау басталды қолдан. Біз бірінші құдайдан әрең деген даярлағанда екінші құдайды қолдан жасап жатырмыз да. Біз не деген бұл шаршамайтын халықпыз? Не деген біз қолдан пұт жасайтын, неге біз қолдан пұт жасап соған сенетін адам халыққа айналып кеттік? Міне өзіміз заманда мынау қызмет үшін арын сататын азаматтар пайда болған. Және 30 жылда ең сорлы біздің қолымыздан келмегені Павлодар мен Петропавлды Ұйғыр ауданының атын ауыстыра алмауымыз бұл үлкен сорлылық. Және қазақты қырған осы Алматының тарихында қанды оқиғалар жасаған Шоқанның өліміне кінәлі Колпаковскийдің атында көше Алматының қақ ортасында әлі күнге дейін тұр. 30 жылдың ішінде Колпаковскийдің атында көше болу деген сорлылық. Енді Қазақстанға ешқашан аяғы тимеген, Қазақстан деген өмірінде білмеген Тимирясов деген болған. Ал енді Тимирясовқа біз ең керемет әдемі көшені беріп қойдық. Өкінішке қарай бізді құл қылды. Қазақ тілі базардың да тіліне керек қылмайса. Тіпті базарда ташки сүйреп жүргеннің өзі, анау пирожки сатып жүргеннің өзі, пирожки, обед полник, заказ, завтрак деп айғайлайды мысалға. Қазақ тілі керек емес. Автобусыңыздың өзінде аялдамасын қазақша айтпайды мысалға.